Оралхан Бөкей. Әңгіме қарлығаштары. Дос сыры. Біз қостан шыққанда ымырт жабылып, қас қарая бастаған еді. Жайлаудың шыбын-шіркейсіз қоңыр салқын кеші жанға өзгеше жайлы. Күндізгі ызың шудан беймаза болған тау сілебелері самал лебіне бетін төсеп үнсіз тұр. Ұзақ жол жүрген күн батысқа ақ жолақ орамалын қалдырып кетіпті. Ирелеңде қашқан тау жолымен көтеріліп келеміз. Құлағын кезек қайшылаған аттар солқылдата аяңдап бастарын шұлғиды. Біз екеуміз. Жанымдағы менен 2-3 жас үлкендігі бар қой көзді, қара бұйра шашты өңді жігіт. Біз шығып келе жатқан таудың арғы етегінде қой бағады. Күндіз бізбен бірге шөп үйісті де, мені қояр да қоймай, біздікіне қон деп ертіп шыққан бет еді. Ат терлетіп алыс жер болмаған соң ілесіп кетіп едім. Міне, тау үстіне шықтық. Бұл сәтте қос жүректің иығына бізбен бірге айда шықты. Шықты да әлгіндегі еркіндей бастаған қараңғылықты тау-таудың ағаш-ағаштың түбіне түре қуып тастап, жайлауды емін-еркін өзі билей бастады. Әне, деді Алтай, жылтыраған отты көрсетіп, менің отау үйімнің оты. Жеріміз тамаша емес пе, достым, қараш. Айлы түніміз, айдын көліміз, 600 төліміз бар деп термеліп кетті. Алтай киіз үйін сопақ айна секілді көлдің жағасына тігіпті. Көл өзгеше әсемдікпен кербездене керіліп жатыр. Толқыны ай сәулесімен шағылысып жалт-жұлт етеді. Тесіле қараған ару ай айдын көлден өз дидарын көріп тұр. Үп еткен самал көл бетіне маржандай ұсақ толқынды оқыс төсеп кетеді. Отан шетінде қарақшы ербиет, от басында біреу қараңдайды. Біз қойларды үркітіп алмас үшін дыбыстай келдік. Алдымыздан арсалаңдай шыққан ала мойнақ, мұнысы кім дегендей. Ту, Алтай, неге мұнша кешіктің? Мені шошымайт дедің бе деп Алтайға еркелеп алды да менімен сыпайы ғана есендесті. Жүр Асқар, үйге кірейік, кәне, күміс айым, неменең бар, қамда деп Алтай жітімерлетіп жіберді де киіз үйге беттеді. Қос жүрек етегіне тігілген қос жүрек мекеннің есігі айқара ашылды. Ортадағы ошақта от маздап, жалынымен қазанды жалап тұр. Бұлқ-бұлқ қайнап қазаннан шыққан еттің иісі мұрынды жарып барады. Төр алдында жайласып Алтай екеуміз отырмыз. Ас қамдап күміс айым жүр. Анда-санда күлімсірей қараған көзінде әлгіндегі айдын көл секілді бір көргеннен өзіне тартар әдемілік әсер бар. Үлкен қара көз, от сәулесімен шағылысып тіпті әсем көрінеді. От қызуымен алқызылданған екі беті күлімдеп шығып келе жатқан күнді есіңе түсіреді. Алтай есіктен басын шығарды да қатты бір ысқырып қойды. Мұнысы итқұсқа сілтеген айбын еді. Лаулап жатқан ошақтағы отқа тесіле қараған күйі ол өз басының сырын әңгіме қып бастай берді. Өткен күнде белгі жоқ деген мақал бар. Бірақ бұл дұрыс емес қой деймін. Өткен күннен бір жайларды айтып берейін, тыңдайсың ба? Әрине. 8-ші класты бітірген соң ақ оқымай қойдым. Кім білсін, жастықтың әсері ме әлде басқа ма? Әкем оқымасаң қой бақ дегеннен басқа тіс жарып ештеңе демеді. Содан бір жыл әкеммен бірге қой бақтым да, келесі жылы трактор курсына түстім. 6 айлық курс 6 күнде де болмады, оны да тауыстым. Әдегенде маған сеніп трактор берген жоқ, көмекші болып жүрдім. Кешікпей сол қара тұлпардың өзіне де міндім-ау. Менде ол кезде бөтен тілектен аулақ, тек еңбекке деген қызығу ғана бар еді. Махаббат арқаны мойныма ілінбеген. Сөйтсе де ол шіркіннің ауылы тым алыс екен. 19 деп аталатын төбенің ар жағынан түтіні шығып қалып жүрді. Ойлап қарасам, осы ауылға қоңсы қонатын уақыт жеткен секілді. Адамның бір аттамай адасып, ессіз есейіп кететіні бар ғой. 10 класта оқитын Еркежан дейтін қыз бар болатын. Көңіл шіркін соны сүйіп қалғаны бар. Неге екенін өзім де білмеймін, сол мені магнитше тартады да тұрады. Бұл менің жүрегіме тиген тұңғыш түрендей болды. Жүрсем де тұрсам да, көзімді тас қып жұмсам да Еркежанды көрем. Апырай, адамның кейде өстейтіні бар-ау. Ауыл қыздарының ішіндегі сорпа бетіне шығарада осы көрінді. Ептеп хат жазып едім, тулатып алдым. Өзімнен де бар. Хатымда Абдрахманның Шұғаға жазған хатынан өлең келтіріп, өзім жаздымды аңғарттым. Оны сезген қыз, өлең ұрлаған адам махаббатты да ұрлайды деп жауап жазып жіберіпті. Бір рет кинода қатар отырдық. Мен өзімді өзгеше бақытты сезіндім. Бір кезде осылай отырудың өзі қол жетпес арман еді. Бар мықтағаным, кино көрінбейді деген сылтаумен басымды оның басына тигізіп қоям. Өзімде нашармын-ау. Әйтпесе Еркежанның маған деген ілтипаты тым теріс емес секілді. Деміміз тоғысып, басым басына тиген кезде қымсынбады ғой.
Сезіктеніп сескенсе кетәрді емес пе еді? Бағанағы қайрап жіберген кеңестің сөзі қамшы болып, қыдырсақ қайтет дедім, үстіңгі ернімді тістелеп. Ой, дариға десеңші. Еркежан жымиып күлді де, мұғалімдер көріп қойса қайтеміз дегені. Иә, маған біртүрлі батылдық бітті. Біз сөйтіп тұңғыш рет қыдырдық. Ауылдың кең де мерейлі дархан даласы қара мақпалдай түні бізге ұшпақты еркіндік берген еді. Күнәдан да пәк жүрегіміздің соғысы бір-бірімізге естіліп келеді. Алғашқы сыр тартысып сырласқанымыз осы болғанымен көп жайларды айтыстық. Бұл кеш екеумізді бір-бірімізге соншалықты ынтық етті. Еркежан мені ұнатады екен. Күн бұлтты, пәленде әсер берерлік әсемдігі жоқ болатын. Әдетте жазушылардың адам көңіл күйіне байланысты табиғатты жылатып, не жұбатып алатыны бар ғой. Бірақ маған осы бір аспанды бұлт басқан айсыз қараңғы, желі жайсыз түн өзгеше бақыт, ерекше шаттық бергендей еді. Алтай есіктен басын шығарып тағы бір қатты айқайлады да, қарауыта бастаған отқа бірер бұтақ тастап жіберді. Ала көлеңкелене бастаған үй жап-жарық болып кетті. Күмісайым осы бір әңгімені бұрыннан ақ білем дегендей, онша тұрақтап тыңдаған жоқ. Кіріп шығып әр нәрсенің күйбеңімен жүр. Алтай алаулай жанған отқа тесілген күйі сөзін жалғастырды. Алғаш жүрек құйынын соқтырған Еркежан 10 жылдықты бітіріп оқуға аттанатын болды. Мен оны күйіне де сүйсіне де шығарып салдым. Күйінетінім онымен бұрынғыдай жиі ұшыраса алмайтыным. Оны қойш, мен оған 10 жылдықты бітірген соң қосылайық, сен сырттай оқисың деп қолқа салғам. Ол көнбет. Сүйетінім кетерде жақсы тілекпен, игі ниетпен аттанды. Қоштасар сәтте, мені тос Алтай, адал махаббатымыздың ала жібін аттамаспын деп қиыла айтқан. Иә, ол сонымен кетті. Адамның кейде бір әкең де шешең де емес, алабөтен бағзы біреуге ынтығатыны, жанындай жақсы көретіні қызық-ақ. Еркежан кеткенде мен жүрегіммен ел көшкендей болып жүрдім. Бірақ мен Еркежанның бұл кетісі біз үшін тым баянды бақыт болмайтынын сезбеген едім. Бір жылдай хат жазысып, қиюымыз қашпай жақсы жүрдік. Келесі жылы мен суық тиіп ауырып қалдым. Бір өзіміздің ауылдың ауруханасында жаттым. Сосын қалаға жіберді. Менің ауруым бара-бара асқынып, құлаққа түрпідей тиетін өкпе ауруына айналды. Жаңа Гаваньдағы тубдиспансер мені бел баласындай күтті. Емдеген дәрігерлеріме әмсе рахметімді айтам. Ауруханаға түскен соң бір жұмадан кейін Еркежан келді. Әуре болдым. Мен секілді көксау енді кімге керек деп, өмірдің күнгейінен күдер үзіп, қайғы мен қорынудың бұлты үстемдік құрып тұрған сәтте жарқ етіп келе жатқан Еркежан дүр сілкіндіріп түлетіп жіберді. Болашақ жарым, көп жұлдыз арасындағы туысы бөлек шолпаным болған Еркежан палатадан шыққанда есік алдында тұр екен. Достым-ай, өзің ойлаш, туберкулез дегенді сау адам естігенде не күйде болатын? Өзің ойлаш, тәмам көксаулардың арасында еліктің лағындай мөлдірген қыздың мені іздеп келіп тұрғанын. Өзің ойлаш, бұл өкпе ауру тәнді ауыртпайды, жанды қинап, жүрегіңді ауыртады емес пе? Өзің ойлаш. Шу дегенде ол дір етіп қысылып қалды да іле-шала күліп жіберді. Көптен көрмегендікіме екеуміз де құмарлықпен тоятсыз қарастық. Сол кез есіме түспеуін тілеуші едім. Пенде боп жаратылған соң тағдыр тауқыметін көтеруі міндет секілді. Май айының жайма шуақ күні. Аспанда теңгедей бұлт жоқ. Ағаш гүлдеп көк шығып, өскемен көктем құндағында ерекше сұлуланып тұрған. Осынау көктем мені де өз қызығына ортақтастырып жүргенді. Сырқатымның беті бері қарап, жұрт айтатындай мысқылдап шыға бастаған еді. Ауруханаға сорған бетім бозарып, өзімді өзім танымастай өзгергем. Менің ермегімнің көбі бақ ішінде отырып кітап оқу. Сенбі күні болатын. Мөлдір махаббатты құмарта оқып отыр едім. Жанында маған бейтаныс жолдас қызы бар, Еркежан келді. Жанындағы қыз маған тұнық қара көзін кең ашып, бір қаратта ұзын кірпіктерімен көлегейлей қойды. Мен де елте қарап қалсам керек. Еркежан, неге таныспайсыңдар дегенде бірақ есімді жидым. Қыз қасыма жақындады да қолын созып, Күмісайым деді. Бір сағаттай отырып қалдық. Көп отыруды өзім қаламаған едім. Өйткені булығып, жөтел қысып кеткенде жанымды қоярға жер таппай қысылам. Бір рет шыдай алмай күрк-күрк жөтелдім де, оң жақ кеудемді басып боп-боз боп отырып қалдым. Бағанадан бері жарқ-жұрқ етіп отырған Еркежанның өңі кіреукелене қалды. Күмісайымның жүзінде біртүрлі аяныштың табы бар еді бұл шақ. Олар қайтып кетті.
Байқаймын, Еркежанның өңі сынық, күміс айым кетерінде, дес сауғыңыз деп алғаш қарағандай мағыналы, нұрға толы көзімен өткір бір қарады да, осы көздің сақшы солдаттары тәріздес ұзын кірпігімен жаба қойды. Мен олардың қарасы үзілгенше қарап тұра бердім. Еркежан бұрылып қарай ма деп едім, қараған жоқ. Тек күміс айым ғана мойнын әнтек бұрған еді. Міне мен күміс айыммен алғаш осылай танысқан едім деп Алтай әңгімесін бір қайырып тастады. Әңгіме осы тұсқа аялдағанда күміс айым өрттей боп қызарып кетті де Алтайға: мен қойды күзете берейін деп киіз үйден асығып басып шығып кетті. Шіркін, өмірде өзің біреуді есің кете сүйіп, бірақ ол сүймей кетсе, одан бақытсыз не бар екен? Мен Еркежанды ерекше жан деп бағалап шын сүйіп едім. Оның өмірін кешу, ырқына көну дегенге ойым тірелсе, сол ойымның құлы болатынмын. Беташар махаббатымның артынан мұрнын тескен тайлақтай желуім хақ еді. Мен оған құмар едім. Еркежанды сүйетін секілді. Амал не? Тағдыр шляпісін теріс киіп кетіпті ғой. Ой, досым-ай, бұл махаббат дегеннің өзі ұстараның жүзінде тұра ма деймін. Жә қойшы, Еркежаным сол кеткеннен қайрылмады. Күндер зулап өте берді. Бірде ой тұңғиығына батып жатқанымда кезекші сестра келіп: қарындасың шақырып келіп тұр деді. Төсектен атып тұрып: япыр-ау, бұл кім? Менің қарындасым Өскеменге қайдан келді? Еркежан ба? Бірақ сестра оны танитын. Қызың сұлу екен деп қалжыңдап жүретінді. Жалаң аяқ жалаңбас шыға келсем, қарақаттай көзі жаудырап күміс айым тұр. Ол маған тура қарай алмай, басын піскен алмаша ие берді. Сіздің Еркежан берген мына кітабыңызды әкелдім, және Еркежан бір записка беріп жіберіп еді деп баяғы мөлдір махаббаттың арасын ақтара беріп еді. Таза махаббатты лайламаймын дегендей Еркежанның хаты сусып түсіп кетті. Жүрегім атша тулап, хатты ашып жібердім. Денем тоқ соққандай дір-дір етеді. Бұл хат әлденендей белгісіз себеппен үнсіз кеткен Еркежанның бүркеулі жұмбақ сырының кілті болды. Ол қысқа ғана былай депті: Алтай, өткен өмірді ұмытайық, ренжімессің. Мен әрі ойлап, бері ойлап, сенімен бірге бола алмайтыныма көзім жетті. Мен өз бақытымды табамын. Қош, Еркежан. Еркежанның бұл қылығына қатты қапалансам да, көптен бергі зіл боп басқан ауыр ойдан жеңілденгендей еркін тыныс алдым. Дүниеде не ауыр десе, тұманданған ой ауыр дер едім. Кім білет, оныкі дұрыс та шығар. Мен аурумын ғой. Ауру адаммен қалай бақытты тұрмыс құрам дегенде, жас өмір өксімесінші. Мен оны кінәламаймын. Кінәлі ауру. Бірақ бір жапырақ суық қағазы менің Еркежан деп елжіреген ет жүрегімді мұздатып, тауын шағып ақ кетті. Күміс айым мені аяйтын секілді. Қош жанарым мөлт-мөлт етеді. Ол менің жанымда ұзақ отырып, әр нәрсені айтып күлдірумен болды. Бүгін өзі өзгеше ашық жарқын, бір нәрсеге қуанышты секілді. Жүзінде жылылық сақтап тұрған өзгеше бояу бар. Салиқалы қимылы, мағыналы нұрға толы, жұмбақты мол сезіммен қараған үлкен қара көзі тілсіз сәлем жолдағандай күмәнсіз қарайды. Иә, оның жаны сұлу еді. Күндер өте берді. Адамның реніші тамшыдан жиналып шарасынан асып төгілетіні бар ғой. Жүрегім аунақшиды, өрікпейді. Еркежан өзімен бірге оқитын жігітке шығыпты деп естідім. Күміс айым күн сайын келіп, көңілімді аулап кетеді. Келген сайын жүдеу көңілім алай-дүлей болатын. Менің жүрегімде күйік те, үміт те, азап та, қуаныш та бар. Күйік өткенге өкіну, азап қазіргі сәтім. Үміт белгісіз қылаң беріп келе жатқан күміс айыммен арамыздағы үнсіз достық. Қуаныш мені де елеп ескерер жан бар екен ғой деген ой. Өстіп жүріп, талай күндер өтіп кетті. Күміс айыммен арамыздағы достық шетінемеген, қайта беки түскен. Бір сәт ертеңіме көз жіберіп қарасам, осы бір тар кезеңде болған мықты достық келе-келе шынайы махаббатқа ұласатын секілді. Күміс айым әр келгенінде маған үнсіз телміріп қалушы еді. Үнемі мені бір нәрсе айтса екен деп тұратын. Байқайым, ол мені ұнатады. Бірақ өз-өзімнен қорған мен күміс айымның жүрек толқынысына ортақтаса алмадым. Ауыз күйген үріп шер деген емес пе? Запы болып қалсам керек. Бір күні дәрігерден сұранып күміс айыммен ұзақ қыдырдым. Түн болатын. Қазан түбіндегі тоңмай секілді дөңгелек ай көк төсінде самарқау жүзіп барады.
Дыбыс саябырлап, қала тыныс алғандай еді. Тек баған басындағы электр шамдары ғана аспан жұлдызымен таласа жымыңдайды. Айға қарсы қарап тұрған күміс айымның ақ бетіне ойнап шыққан қызылған, қыз көңіліне бүркеулі шынын, терең сырын әйгілеп қойды. Бір нәрсе айтайын деп айта алмай, біресе қолындағы жапырақты жұмырлап, біресе туфлиінің тұмсығымен жерді шұқылайды. Мен үнсіз тұрмын. Шиыршық атқан асау ойлар кезек-кезек құлағыма келіп ызыңдайды. Бір ой кеп, үп еткен желге ұшатын жеңіл-желпі сүйем де күйем дей салу оңай. Ол сөзден опық жайдың емес пе? Қой Алтай, көзді жұмып көлге секірме. Күміс айымда Еркежан секілді бір күні жалт берсе қайтесің дейді. Енді бір ойым, өзің сүйгеніңді емес, өзі сүйгенді ал деген. Ол сені сүйет, сол сенің өмірлік піруана серігің деп мазалайды. Алай-дүлей көңіл, арпалысқан жүрек, дыз-дыз еткен сезім, бәрін көрген төзім. Япыр-ау, не деймін мен оған? Әттең, әттең. Аурулық, қырылысқан қиян кескі ой бұғалағындағы тұрған мені күміс айым үні селт еткізді. Алтай, ау, мен сені жоқ, айтпай-ақ қой, айтпа. Керек емес, білем ғой, сезіп жүргемде, менде де жүрек бар емес пе, бірақ маған Алтай ауырғаннан 6 минут ауырған қатты дейді. Ең қатты ауру жан ауру екен, күміс айым. Ау, мен сырқат. Жоқ, айтпай-ақ қой, Алтай, айтпа. Керек емес, білем ғой. Бір күн болса да медучилищеде оқып жүрмін. Менен жақсы түсінетін ешкім жоқ шығар. Менде де жүрек бар емес пе? Менде де махаббат бар емес пе деп булығып кеп, басын төсіме қойды. Көзіме жасы үйілді. Менің бұл көз жасымды еркін жүзген айдан басқа ешкім де сезген жоқ еді. Сезбей-ақ қойсыншы. Бұл жас өткенге өкініш жасы. Міне досым, өзі сүйгенді ал деген халық сөзінің даналығы осында екен деп әңгімесін аяқтады Алтай. Одан кейін не болсын? Бұдан кейінгі өмірдің жемісті дәм тұзын татып, қос жүректің бауырына тігілген қосымызға түнегелі отыр емессің бе? Дәрігерлердің емі маған шипа болды. Мен сауықтым. Бір адамның сақшысы. Күміс айым мен қойды бағам. Мен де көңілдімін, қойдаман, деді де ол орнынан тұрды. Досым, алаңсыз ұйықтай бер. Біз күміс айым екеуміз қой күзетеміз деп Алтай шығып кетті. Міне, баяулап бастаған тәтті әуенді асқақ әуезді ән қалықтап мұнарланған тау үстінде діріл тұр. Бұл ән өзі сүйіп табысқан екі жастың жарасты өмірлерінің айғағы еді. Екі жастың сырлы әніне тербеліп көзім ілініп, көкірегім тәтті сезім тұңғиығына шомып кетті.